ненің артында деген жерлер сатып жатыр мына. Не? Ана бақат емес. Мына үйлер бар ғой мына. ЖКлар шығып жатқан Алтайорданың ар жағында. То же самый тұр. Асыл арманның артында то же самый. Оны да біздер сөйтіп алдық. Неден сатып жатқан. А оның кім үкімет біле ме, білмей ме, ертең барып, ойбай неге салдыңдар дейді. Сендер бізден сұрамадыңдар дейді. Ол қалай сонда? Үкіметтің өзі онда запрет қоймады ма мына жерге? Госакт бар ма? Госакт бар ғой. Ал ертең анда салып келатыр. Госакты көбісінің кейбіреулерді жоқ болса оны бермейді, өйткені жер босатуға керек болады. Түсінікті ғой. Біздер оны ойбай жүгіріп барып бір келіп алып істер қойып істеген жоқпыз. Иә, бізде жоқ. Біздер сатып алып отырмыз. Елде емес, кәдімгі нотариально барып заверять етіп, бәрі түгелдей, ол қол несі бәрі бар бұнда документтер бар. Но ол ешкім ертең бар айтып, ой біз білмейміз, мына жақта бірдеңе түсейін. Неге үкімет деген соның басына қарамайды? Ел дегенде жүгіріп жер іздейді. Кішкене Алматыға жақын деп. Ойбай Мандаладан кім барады ана жаққа деген? Қатынас жоқ. Мына жерде қатынас жоқ қой. Ана жаққа елде қалай барады сонда деген? Мына жерде тұрған алдында 25 минут жердің ортасында не бір қатынас емес, жол жоқ совсем деген, жол жоқ. Адам қалай өтеді мына жерде? Бір Құдай біледі. Жастар бар мұнда деген, бала шағасымен жүргендер бар. Қалай апарады оны деген? Мына жақта апорт та? Е, мына тұрған мына жерде былай етіп, бүйтіп көшелердің ортасынан бір шығамыз. А мына ертең бәрі жабылатын болса, мына айтып отқандай. Бітті, қалай шығасың? Ана жол бармай ма апортта? Жол жоқ о жақта. Мына жерде бәріне бір